Халық даналығында қыранның күші көкке қанат қаққанда, адамның күші жерге тамыр тартқанда деген қасиетті сөз бар. Бізде ежелден бері көк тағысын қолға үйреткен өнерлілерді дәріптеген бүркітші Нұрбай Ақсақал. Осына бір сұрланып жатқан қатал мінезді, бірақ пейілі кең байтақ өлкені қалай жақсы көрмейсің? Туған өлке Қаратау. Бұл шындықтың шежіресін күй тілімен Төлеген Момбеков айтады. Қарияларымыз мейірім шапағат өнөгөсін қалдырады. Кішен Ақсақал қашан көрсең, күн райының қабағына қарамай, жол бойындағы саяны қорғап күтіп жүреді. Өнегелі істің өрісі де ұзақ болады. Қарт тұрғындар бастан кешкен ауыр күндерді айтып отырады. Мен осында туып өстім, кіндікқаным осында тамған, 22 жыл туғам. Мен ешқайда барғам жоқ, осында өстім, осында өндім. Біздің жағдайымыз осы, қазіргі жағдайға дейін айтқанда өте қиын жағдайда болды. О, ертеректе алғашқы колхоздың ұйымдасым кездерінде бұл жерде мұндай құрылыс ештеңе болған емес. Тек қана 2-3 күн үй сондай отыратын, шаруа ғана осында қалатын. Сосын бұл қазақ көшпелі болған, малы бар 1,5 адамдар құмға Мойынқұм бойына көшіп кететін қыс кездерінде. Жазда келіп осы Қаратаудың маңында осында болатын. Бүгінгі күні балалықтың бал дәуренін қамсыз өткізіп, рахатын көруге дағдыланғандардың бірде болмаса бірде мен осы ұрпағыма не қалдырдым деп ойлайтын уақыты жетті. Ана тілі, ата-бабаның салт санасы, парасатты қариялар мен байсалды бәйбішелердің даналығы ұлттық мәдениеттің қайнар көзі, халықтың қайталанбас тұнығы. Баға жетпес осы асыл қазынаның тұнығын шайқамай, келесі ұрпаққа жеткізу жастардың парызы. Жаңа мектеп кеңде жарық оқу бөлмелеріне жеткіншектерді қабылдады. Бұлар кең дүниені осында таниды да өздеріне орын сайлайды. Бүгінгі сабағымызда біз туған жер, отан, тіл туралы өлең үзінділерін, әңгімелер құрастырып, өзіміздің туған жерімізге, отанымызға, тілімізге деген сүйіспеншілігімізді білдіреміз. Адам дүниеге келгенде, кеткенде де өзінің туған жерін, өскен елін, халқын қадірлеу керек. Біздің батырларымыз да, ақындарымыз да өзінің туған жерін қадірлеп, қастерлеген. Қайда жүрсек те, тағдырдың толқыны қай жағалауға лақтырса да, бәрібір туған жерге қайтып келеміз. Мен 35-ші жылы кесел болып, Ташкентте келіп жаттарым бар еді, сосын ауқасымды қаратам деп барғанмын. Сосын енді өзді ошаққа алып көп атыр ғой. Бала шағанды алдырайық деп әлгі жасым алдырып, 14 жыл Ташкентте мекен еттім. Сол бала шағамыз шұбатып елге келдік. Атамыздың, бабамыздың өскен жері өшір, туған жері. Ал енді осының соншалық қадірлі екенін сол ұйықтап жатқанда не өңімде есімнен кетпейді де мен.
Bizge mınau ballardı, mınau bizim balamız kaçar. Bu ballardı görgünde bizge bir ömür gitmişti. Tuğan жерге деген адамның сүйіспеншілігі бұл айықша. Мысалы, жаңа айтып отыр ғой екен, мен 53 жылдардан бері осы жерде істеп келе жатырмын. 53 жылы колхоз дірілдендір, содан бері біраздаған жыл колхоздың председателі болып істедім. Ал енді басқа ауданда, басқа жерлерде оқыдым. Сол туған жерге деген сүйіспеншіліктің өзі адамды тартатта тұрады. Міне осы жерге қазір бірнеше жылдан бері осы жерде жұмыс істеп, қызмет істеп келе жатырмыз. Ендігі мақсатымыз осы, еліміз, жеріміз өссе, көркейсе. Мәдениет тек бай ана тілін білумен ғана жасалмайды. Күнделікті ісімізден туындайды. Мал өсірудің, оны күтудің де мәдениетке қатысы бар. Ол еңбек дағдысымен бірге ұрпақтан ұрпаққа тарап келе жатқан өмір сүрудің даналығы, ешқандай оқу кітабына жазылмаған даналық. Сызғанның халқы көбейген сайын талап тілектерде өсіп барады. Маңдаған қарагөл қойын өсіру әрине оңай емес. Басшылық жұртпен тіл табуы, оның керек жарағын, қажетін тауып беруі керек. Сызғанның көп жағдайы мына адамдарға тәуелді. Олардың қай жұмыс істеуіне, ел мен жердің ауылдастарының алдындағы борышын қалай өтеуіне байланысты. Әркімнің өзіндік мінезі, өз табиғаты, жақсы қасиеттері мен кемшіліктері бар. Бірақ өмірді өзгерту, жақсарту бәріне ортақ парыз. Еңбек тәрбиесі сөзбен емес, іспен жүзеге асады. Өз қолдарымен өмір жолын салу, баспаналарын тұрғызу, шаруашылықтарын реттеу, жастардың туған жерге деген сүйіспеншілігінің көрінісі. Азаматтарымыз атқа мінсе, асау тайды құлақтап ноқта кигізу, үйрету, қай баланың болсын, қолынан келетін құмарлығы. Ал балаларымыздың жаз болса, пионерлер лагерінде еркін саяхаттап дем алуы дәстүрге айналған. Көптеген адамдар түсінбейді, осы басшы қол қою үшін немесе бір осы мәшинемен сырғып жүр дейді. Ал қазіргі кезде жалпы халықтың әлеуметтік тұрмыстық жағдайын шешуде әсіресе барлық ауыртпалық басшыға келіп тіреледі. Қай мекеменің басшысы болсын, мейлі совхоздың басшысы болсын. Ал жауапкершілікті сұрауда тек бір адамнан сұралудың нәтижесінде көптеген сала бойынша мамандар, әрбір адам өзінің жауапкершілігін дұрыс сезінбеу мәселелері орын алып келеді. Мысалы, маманның жұмысы, оның сол жұмысты ұйымдастыруға жіберген кемшілігі,
мысалы аудандық атқару комитетінің, аудандық партия комитеттерінен маманнан сұралынбайды, тек басшыдан сұралынады. Осының әсері келеді да, тек жауапкершіліктің бір-ақ адамнан сұралу несі келеді дағы, басқа әрбір жеке жұмысшы қызметкер өзінің жұмыстағы міндетін атқаруда правасын талап етуден гөрі көп төменгі дәрежеде жұмыс істейді. Жаңа совхоз директоры көптеген әңгімелер айтып кетті. Әлеуметтік жағдай, совхоздың қазіргі жағдайлары жөнінде соның бәрін шешетін ақша қаражаты. Ақша қаражаты қазір біздің шаруашылықта өте қиыншылыққа тіреліп тұр. Өйткені себебі аудан республика көлемінде қазір 2 жылдың көлемінде барлық совхоз өзі қаржыландыруға көшкен. Бір жақ әр совхоз өзін өзі қаржыландыруға дайын ба, дайын емес па, о жағдаймен ешқандай санаспай, сол барлық көшесіндермен сол көшіп, қазір көптеген совхоздар қиыншылықтар көріп жатыр. Қазір қоғамдық ұйымдардың бәрінің мақсатының бәрі осы халықтың санасымен жұмыс істеу. Сөйтіп ауылдың экономикасы, совхозымыздың экономикасын көтеру мақсаты болып табылады. Сондықтан әрбір адаммен, әрбір коллектив мүшесімен жұмыс істеу осы қоғамдық ұйымның жұмысы деп есептейміз. Шопандар өмірі оңай ма? Аманбек Шортанов қиыншылық туралы шағым айтпайтын адам. Қой өсірудің үздік шебері, 100 саулық басына 140-тан қозы алды, мыңдаған қой өсірді. Оның мерейін өсіретін берілген сыйлық емес, ауылдастарының қадір қасиет, сый құрметі. Қарагөл қой шаруашылығында жұмыстың бар қиындығы да, сәтсіздігі мен табысы да кәсіби мамандарға тікелей байланысты. Мәселе тәжірибе мен білімде болса, бүгінгі нәтижелерге қарағанда шаруашылық ол жағынан кенде емес. Қой шаруашылығының сыннан өткен жұрт қабылдаған мәдениеті қашанда сақталуға тиісті. Көшпелі тіршіліктің бар ауыртпалығы мен қуанышы шопандарға ғана емес, директоры Сәкен Асылбековке де ортақ. Шопандар мен қоян-қолтық өмір сүру, қиыншылығын бөліп көтеру директорлардың кәсіптік міндеті ғана емес, жерлестерінің мұқтажынан, оларға көмектесуден, көшпелі тіршіліктің тауқыметін жеңілдетуден туған талап. Көкөніс, жеміс сақтау жақыннан бері ғана салтқа айналды. Ал киіз басу, алаша тоқу, ғасырлар бойы атадан балаға қалып келе жатқан асыл мұра. Келер жерін кең қылып, мал мен басқа амандық, ел жұртқа тоқшылық берсін. Аллаху акбар. Мәдениет пен ұлттық ерекшелік дәстүрлері ардақтап сақтауға ынталы ортада ғана сақталып гүлденеді. Үлкен тойларда, ел жиналған астарда қонақ жөнелту, дастархан жасау, табақ тарту қайталанбас халықтық мәдениет. Бұл мәдениеттің қолданушылары мен сыйлаушылары, шеберлері мен жалғастырушылары бар да, халық онан тапшылық көрмейді. Бүгін үлкен мереке, Кішен аға 80 жасқа толды. Той иесінің құрметіне талай жақсы лебіздер айтылды, тартулар тартылды. Кішен аға 80-ге келген адам сияқты емес, ақсақал әлі тың. Тамырымыздың тереңдігі осында.
Үйлену тойының жақсы дәстүрлері көп. Бүгін мұнда 3 той. Жаңа дәстүрмен айтқанда күміс той, алтын той, жас отау тігу тойы. Бұл жастар бір-біріне сүйеніп, өмір сүруді енді бастайды деген сөз. Бақыт пен қуаныш жолдас болсын сендерге. Куәдіріміз, куәлікке жүретіріміз, хақ қасында, барша халық қасында, хақ куәлік боладырымыз. Үлкенімен ауылдың жасымында жар-жар, жас келінді көруге асығыңда жар-жар. Құтты болсын тойларың, тоқты болсын жар-жар, сұлсалыққа жар болып, қадам баста жар-жар. Bir аттаған босаған беріп болсын жар-жар, үйлеріңе құт бақыт келіп болсын жар-жар. Көкте гүлі көктемгі көгелдерің жар-жар, құтыңыздың жасысы болыңыздар жар-жар. Ақ келін, ақ келін, ақ көңілі шат келін, ақ ордалы шаңырағы атаңыздың қонба, қуанышы дос жаран өмірін қонба. Ала тұрған атаңыз Қаратаудың жатасы, қолын жайып бат етсе, үйіңізге де теріп атасы. Атаң менен бір сөрім. Дүниеге келер бір рет, дәрия кеуде тау мүсін. Құрыштан құйған құдірет, қарттарым аман сау мүсін. Өздерің болсаң жанымда, еніші жомарт еңселі. Дәнесі жүрген қанында, даламның бір-бір бөлшегі. Ақыл, дәнесі жүрген қанында, даламның бір-бір бөлшегі.